Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Естіліп тұрсам қосу белгісін белгілей кетіңіздер. Қазір біздер 5 минут күте тұрайық. Әзірше бір авторды тыңдай отырайын. Нәтижесімен бөліскісі келетін автор бар ма арамызда? Кім шыққысы келеді? Қаңтар, ақпан, наурыз айында алған авторлар болса. Бір авторын тыңдай тұрайын, басқалардың барлығы кіріп алғанша, содан кейін мен 3 жеңімпазды анықтаймын. Рилстан. Мында бір оқырман жазыпты, мында менің рилсімнің астына да. Сабағыңызды қайта-қайта сатып алып жатқан адамдардың көптігі оның сапасының ең үлкен дәлелі дейді. Нәтиже бермейтін сабаққа ешкім қайта оралмайды. Ал сіздің сабағыңызға қайта келетіндердің саны оның қаншалықты пайдалы, түсінікті әрі құнды екенін көрсетеді. Еңбегіңіз жана берсін, осындай сапалы білім бере беріңіз дейді Жамиля ханым. Вау. Рахмет Жамиля ханым сізге. Мында күшті пікір жазыпты. Рилстың шарты қандай? Рилстың астына пікір, кез келген пікір нәтижеңізбен бөлісуіңізге болады. Тілек, пікір, нәтиже. Сосын өздеріңіздің сторисіңізге, өздеріңіздің WhatsApp сторисіңізге, WhatsApp статусыңызға, Instagram сторисіңізді салсаңыздар. Және де YouTube арнамда тіркеулі болуларыңыз керек. Және iComUniverse, және iComUniverse.kz Instagram парақшаларында тіркеулі болуларыңыз керек болады. Өйткені мен осылай тікелей эфирге шыққан сайын ойнатып тұрам. 3 оқырманға 5000 теңгеден сыйақы берілетін болады осындай белсенділіктеріңіз үшін. Сәлеметсіз бе? Сізді көрсем, настроение өзінен өзі көтеріледі ғой дейді Замира ханым. Қош келдіңіз. Ризамын. Сіздің көңіл күйіңізді көтере алғаныма. Қалайсыздар? Жақсыдар ма? Арамызда ақпан, қаңтар, наурыз айында алған, сабақты сатып алған авторлар болса, нәтижесімен бөліскісі келсе жаза кетіңіздер. Сабақ қаншадан? Мен өз тағдырымның автор медитация курсының бағасы 155.555 теңге тұрады. Сабағымыз 23 июнь күні басталды. Тіркелу 3 июль күні жабылады. Сондықтан қатсам деген жандар тіркеліп үлгеріңіздер. 28 медитация беріледі, ғылыми тұрғыда дәлелденген. 5 тікелей эфир болады. Осылай. Арамызда ақпан, қаңтар, наурыз айында сабақты сатып алған авторлар болса. Кім шыққысы келеді тікелей эфирге? Нәтижесімен біліскісі келеді. Басқалары кіріп үлгергенше. Ал бастайын. Міне. Мен айтқандай осы рилстың астында пікір жазған 3 оқырманды қазір таңдаймын. Бұның ішінде қазір 1001 пікір жазылған екен. Ал кеттік, сәттілік баршаңызға. Біріншісін қазір анықтаймыз. Нура, біріншісін анықтайық па, әлде Нура ханымды тыңдай тұрайық па? Нура ханымды тыңдай тұрайық, басқаларды қосылып алсын. Ақпан ханым, Ақпан. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Жақсы ма? Қайырлы кеш. Бізде кеш уже. Әйгерім сұлу қыз, жаным сол алтыным. Алла сізге жар болсын, еңбегіңіз жана берсін. Менің балам бүгін сіздердің Малайзияларыңызға түсті. Куала-Лумпур деген өзіңіздің неғылатқан жеріңізге. Мен соны биыл өзі сол Турцияға барып келді өткенде. Қазір енді Малайзияда 2 апта болады. Потом Таиландқа барады, потом Индонезияға, потом Қытайға. Сондай тур. Мектептен, балаларды алып барды сіздерге лагерге. 18 ба 20 баланы. Сондай жаңалық, керемет енді. Қазір мама түстім деп жазды ғой. Уайымдап отқам, ала алмай жатқам ғой. Сөйтіп техникалар жасап жіберсем, мама мінекей түстім, қазір ұшақтың несін алдым деп жатыр ғой. Сонымен балам, негізі балам алып берген ғой маған.
Мен Көрсетті ма? жасаймын, баламда нәтиже, мен жасаймын, баламда нәтиже күшті. Мен сіздің баламның несін жасасам болды, балама күшті нәтижелер келеді ғой. Өзім сол, енді анамыз ғой, балаға болса екен дейміз. Сосын жолдасымда үлкен бір жұмыс жасап жатыр ғой, жұмысымда осыншама көп жыл болды енді, 30 жылдай болып қалды. Сосын жаңағы биыл 80 бір жыл болды да, 80 жылдығыма жаңағы өздерінің жұмыс орындарының сонда бір үлкен тойлар болды. Сода жаңағы 5000 адам ішінен жалғыз өзі шыққан ғой, цехтарында не құрмет грамотасы медалін алып. Мен айтамын да, мен жасаймын, бірақ жолдасыма, балама, сол жан-жағыма кетіп күшті енді нәтиже бар ғой. Енді ол ма, одан балам биыл оқуға түскен. Сосын жаңағы 15 сурет берді да өзі, технический дизайн деген факультетке. Содан жаңа ойбай, бала мен қалай үлгереді бұны деп уайымдап техника жасай, бәрі өтіп кеткен ғой балам. Мама, мен лето болғым келмейді, летоға қалғым келмейді деп тұрған. Бір кезде ана прям мақтапты, керемет сіз суреттің бәрі өтіп кеткен ғой, 15-сі. Ешкім істей алмаған, балам істеп қойды. Техникалар енді супер ғой. Жаңа ақшалар да келеді, ойламаған жерден сыйлықтар келе салады. Қаяқтан келіп жатқанын білмейміз, бұрын қаяқта болған бұның бәрі деп қоямыз. Сол енді керемет нәтижелер көп негізі. Ондай керек кезінде бір техника жасайсың, нәтижені көресің ғой. Быстро и андай тез сапалы болып шығады барлығы. Сондықтан сіздің біліміңіздей білім, шынында мен де талай алдым, талайды көрдім, бірақ нәтиже бұндай болған емес. Қазір енді өзімде де денсаулығым бәрі жақсарып, бұрын кішкене сырқаттарым бар еді. Ойламаған жерден санаторияға да барып келіп алдым. Бәрі жақсы, Аллаға шүкір, сансыз ризамыз сізге. Алла сіздің еңбегіңіздің жемісін көркейте берсін, бұдан да үлкен нәтижелерді көре берейік. Біздің қазағымыз байысын деген нағыз қазақтың батыр қызы сіздей болсын. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Нәтиже керемет. Кішкентайымда қызымда кішкене бір денсаулықтарында несі болып еді. Қазір бәрі жақсы. Мен айтамын да, өте жасаймыз, сразу результатын көреміз, Аллаға шүкір. Сондай керемет. Бүгін енді балам сіз жақта, ойламаған жерден бұндай вообще. Балам айтады да, мама, мен қалай бұяқта жүрмін деп. Мен биыл вообще өзі сондай не болғанда таң қалып жатырмын дейді да, ондай вообще, ондай бізде не жоқ еді дейді, план жоқ еді дейді да. А мен соны жазғам ғой, жаңағы. Балам не биылғы жылдарында енді осындай өзінің техника бар ғой енді, тағдыр хатында несінде, сондарын жаза берген ғой. И сондай результаттар көріп жатыр. Қазір енді сіздер Калауымпурда жүр, балам. Мен айтсам, барып, если что, не алсам күледі ғой, ыңғайы келсе тақ қояды ғой. Сол, сізге рахмет. Барлығы жақсы, керемет. Қай сабағыңызды алайық, қай техника, қай медитация. Медитация дегенге сөз жоқ қой. Ішіне кіресің, қалқисың да, балқисың ғой. Бәрі ұмытылады. Бұрын шынымен ойлар болады. Қазір ой жоқ. Тек тыңдап, рахаттанып, кайфовать етіп жүреміз. И ертеңнен нәтижелер келеді өзінен өзі. Сол, жаным сол, рахмет сізге, Алла разы болсын. Алла разы болсын, разы болсын. Себебі мен балам үшін қуанғаным шында шек жоқ. Ол деген үлкен бақыт, жаңару балалар, жастар ғой оның үстіне. Біз өзімізде мәз боламыз ғой. Сондықтан 4 елге мемлекетке кетті балам. Енді Алла қаласа сіздерде 2 апта болады. Сол, мендегі жаңалықтар керемет енді. Әлі талай болады деп үміттенемін, себебі әлі тоқтамаймыз. Өзіңіз айтпақшы 90 жылға дейін. Алла ғұмыр берсін. Сіз 100 жасаңыз. Рахмет сізге, бақытты болыңыз. Қазақтың тұлғалы нағыз қазақтың қызысыз, қазағым байысын деген. Рахмет. Ниетіңізге жетіңіз. Өзімен сізбен сөйлесіп отырып, жаста шығып кетті ғой. Бір көрісерміз енді, Алла нәсіп етсін соны. Рахмет, бақытты болыңыз. Баршаларыңызға осы сабақты алуды мен шын ниетімен айтамын, себебі не істесең де шын ниетімен болса болды, нәтиже келіп тұр ғой алдыңда. Сондықтан баршаларыңызға сабақты алуды ұсынамын, себебі сабақ соған тұрамайды, асып кетеді. Даже баға, мне кажется, баға одан да жоғары болса, артық болмайды ешқашан. Потому что нәтиже қолма-қол көз алдыңда ғой. Рахмет. Бақытты болыңыз. Отбасыңыздың тек бақытты, шаттықта жүруін Аллам нәсіп етсін. Сізді туған анаға рахмет.
Сізді өмірге әкелген әкеге рахмет. Алтын қыз, сұлу қыз. Мен Көп сізді сұлу рахмет. қыз деймін ғой. Әйгерім сұлу қыз, рахмет сізге, Алла разы болсын. Алла Жаным сол, сізге де разы болсын. бақытты болыңыз. Құшақтадым, сүйдім Жақсы. сізді. Жақсы көремін сізді. Жаным сол. Сау Бақытты болыңыз. болыңыз. Әйгерім ханым қолын көрсеткенде ойлайтын едім, осы неге қолын көрсетеді деп дейді. Қазір сабақтамын дейді, өзім мурашка дайын ғой, күшті прям дейді. Рахмет сізге, Гүлмира ханым. Иә, мурашки ғой мынаның барлығы. Тәтті сезім, о, балдан да тәтті сезім. Сонымен, жаңадан тіркелген оқырмандар, қош келдіңіздер. Менің есімім Әйгерім Ермұханбетова. Мен өз тағдырымның авторы, медитация курсының авторымын. Бұл медитация курсына тіркелу қазір ашық. Сабақты біздер 23 июнь күні бастадық. Тіркелу 3 июль, жұма күні 3 июль сағат 23:59-да жабылады. Бұл курсқа не кіреді? 28 ғылыми дәлелдерге негізделген медитациялар. Яғни бұл соңғы ғалымдардың зерттелгені туралы медитациялар. Бұл ғылыми тұрғыда дәлелденген медитация курсынан артық қазір ғылыми тұрғыда дәлелденген ештеңе жоқ бұл планета жерде. Мен сіздерге ең керемет дүниежүзіндегі миллиардерлердің, табысты спортсмендердің күнделікті тыңдайтын, күнделікті қолданатын әдістермен бөлсем бұл медитация курсында. Бұл медитация курсында сіздер өздеріңіздің жаңа тұлғаларыңызға ауысып, жаңа өмір сүруді бастайсыздар. Жаңа өмір сүру дегеніміз ол сіздің бұрынғы шектеуші сенімдеріңіз бар ғой, солардың барлығынан арылып, өткен шаққа назар аудармай, біздер дәл қазіргі сәтпен сүріп, болашақты жасауды бастаймыз бұл курста. Бұл курстың бағасы 155.555 теңге тұрады. Қолма-қол ақша алсаңыз да бағасы 155.555. Каспи Ред бар, Каспи Жұма бар, Каспи рассрочка бар. Ол да бағасы 155.555 теңге болады. Яғни пайызсыз, Жұма алсаңыздар да сол маған тек қана 155.555 теңге төлейсіздер. Ал егерде халық банк туралы арқылы алғыларыңыз келсе, халық банк арқылы бөліп төлеуге болады 24 айға дейін. Телефон нөмірлеріңізді менің WhatsApp нөміріме жазыңыздар. Мен сіздерге қашықтан төлейтін шот жіберемін халықтан, Ал егерде толық ақпарат алғыларыңыз келсе, мұнда төменде Telegram канал жазылып тұр ғой, төменде Telegram канал деп тұр. Дәл қазір осы Telegram каналға баршаңыз тіркеліп аласыздар, мына сілтемемді төменде тұр. Орысша бар ма дейді. Орысша жоқ, бұл тек қазақ тілінде. Таза қазақша түсіндіріп айтып беремін сіздерге бұл сабақ туралы. Мен орысша жазбаймын. Мен тек қазақша жүргіземін деп шештім. Сондықтан тек қазақ тілінде болады бұл. Тағдыр хатын бөлек сатып алуға болады ма? Болады. Тағдыр хатының бағасы 33.333 теңге тұрады. Менің WhatsApp нөміріме хабарласыңыздар. Менің WhatsApp нөмірімнен жоғарыда жазылып тұр. Яғни +7 777 222 1111. Осылай тіркелу 3 июльге дейін ашық. Ал қазір бәріміз доступ қанша уақыт? Доступ 5 айға беріледі. 5 айдың ішінде сіз нәтиже көресіз. Жүйелі түрде жасасаңыздар, барлығын нәтиже көресіздер. Сосын 5 айдан кейін, яғни 5 айдың ішінде тікелей эфирге шығып, осы 1-2 минут нәтижелеріңізбен бөліссеңіздер, мен сіздерге тағы да 2 айға созып берем. Сонда сіздерде 7 ай болады доступ. Және де мына басталып кеткен курс бар ғой, мына 23 июнь, яғни осы тіркелу қазір ашық қой. 23 июнь күні сабақты бастаған курста 3 июльге дейін ашық, тіркелу. Бұл курсқа тіркелген 3 июльге дейін тіркеліп үлгерген жандарға менің керемет, ешкім білмейтін, ешкімге айтылмаған бонусым бар. Сондықтан ойланып жүрген жандар, үлгеріп қалыңыздар. Сіздер осы 3 июльге дейін тіркеліп үлгерсеңіздер, сіздер қатты қуанасыздар, риза боласыздар. Алғыстан, махаббаттан бастарыңыз айналып бастайды. Келіңіздер. Күшті. Мен оны әлі ешкімге айтқан жоқпын, жариялаған жоқпын.
бірақ 3-ші июльге дейін тіркеліп үлгеріңіздер. Окей? Енді мен өз тағдырым автомедитация курсында тағдыр хаты бар, кіреді. 26 медитация плюс 2 медитация бонус ретінде беріледі. Дәрігер Джо Диспензаның су жаңа шыққан медитациясы бар. Джо Диспензаның соңғы дүние жүзіндегі ең соңғы ғылыми дәлелдерге негізделген медитация. Бұл медитациядан кейін енді орындалмайтын арман жоқ, болмайтын нәрсе жоқ. Бұдан кейін тіпті қаламауларыңызда да бірінен соң бірі сіздің өміріңізден фук деп кетіп қалады ғой. Мен өзім нәтижесін көріп, мен аң-таң болдым. Бұдан артық ғылыми дәлелдерге негізделген медитация курсы жоқ. Яғни мен сіздерге соның жинағын берем. Жанна Корал Клаб. Қосайын, сізді қабыл алыңыз. Қазір менімен бірге отыра тұрыңыздар. Қазір мен жаңағы 3 ұтыскерді анықтаймын. Тағдыр хатын алғым келеді. Тағдыр хатын алғыңыз келсе, менің +7 777 222 1111 менің WhatsApp-ма хабарласыңыздар, толық ақпарат беремін. Менің WhatsApp номерім +7 777 222 1111. Әйгерім. Жанна ханым, қостым, сізді қабыл алыңыз. Қалайсыз, Әйгерім? Қалай? Күшті, өзіңіз қалайсыз? Жақсымын, Сізді рахмет. көргеніме тағы да қуаныштымын. Мен сабақты қараша айында алып едім ғой. Қарашаның 9 күні алдым. Былтырғы жылдың. Содан 6 ай өтті ма қарашадан бері? Иә. Қараша, желтоқсан. 6 ай. 6 айда менде бұлай ғой нәтиже деген. Енді мен алдыңғы бір эфирді бөліскем сабақтың 1 айдан кейін. Сосын осы жақында мен өзі сабақ басталғанда жазғам. Біз орталық жерде тұрамыз, осы жерде тұрап айта беріші жарғы жерде. Орталықта тұрамыз, тұратын жеріміздің көлемі кішірек та. Сосын армандаймын сізді, жатқан кезде қиялдаймын. Сізді айтпайықшы. Просто ұйықтамай сол таудың етегінде ағаштар, өзен ағып жатыр. Соны елестедім. Соны тағдыр хатыма постоянно жаздым. Таңертең кешке оқыдым. Енді асықпаймын, өзім бабымен жасап, кайф алып, рахаттанып шығам. Сөйтіп, потому что жұмыста кісілер көп, олар ерсі-қарсы жүреді. Мен ойымды нете алмаймын. Концентрация жасай алмаймын, бір ойда сақтай алмаймын да, тез. Соны істедім, соны істеген арқасында мен сол тағдыр хатыма жаздым. Біз үй алдық, қаланың сыртынан, сондай өзен ағып жатыр. Біз міне 2 апта болды, біз үй сатып алдық. Өте төмен бағада, жақсы районнан. Представьте? Болса 2 миллионға 20 соттық жер алдық, жолдасын. Енді сол 2 апта болды, құрылыс бастап кеттік, біз үй салып жатырмыз уже. Осы бірінші нәтижем. Екінші нәтижем, балам 112-де жұмыс істейді, құтқарушы болды. Сол балам жаза бердім, құтқарушы балам. Балам неге бастық болды деп. Енді былай ойлағанда сен 1-2 рет сұрадым бізден, балам сен бастық болғың келме. Енді болғың келеді ғой, бірақ оған ешқандай негіз жоқ деді. Неге бәрі болады деп, соны тоже жаздым да оқи бердім. Кеше балам бастық болды. Мен өзім шок. Сосын сабақты алғанда алдында жазғамын ғой. 2-ші ұлым грантта оқитын жоғары оқуда. Сол бала машина алды деймін, ылғи өзі. Ескі машиналарды алады да, жолда қалады, постоянно сынып қалады. Сосын сен машина алғың келе ма деп бір күн өзінен сұрадым. Алғың келеді, оған ақша қайда деді. Сосын мен осы сабақты алғанда өзі неге жаздым. Постоянно қарай бердім, сізді қарай бердім. Где-то 2 ай қараған шығармын. Ютубтан бүкіл нелеріңізді, медитацияларыңызды тыңдап алдым да. Сосын бір күні жазылғанда сабақты кредитқа сатып алдым. 3 айда жаңағы сабақтың ақшасы өз-өзінен жауып кетті. Жауып тастадым. Сосын балама машина алып бердім. Студент балама. Масқара ғой. Сосын уже не ойлаймын, не армандай, не уже
Ох, Құдайым бүгін маған бір күшті нәрсе дайындап қойды деймін. Точно сол нәрсе дайын тұрады ғой. Аллаға шүкір. Ең бірінші Аллаға рахмет, одан кейін сізді ата-анаңызға рахмет. Осындай Сізге ақылды, рахмет. саналы қазақтың әдемі қызы бізге жақсы білім беріп жатқанына шүкір. Сізге де Осындай көп әдемі рахмет. жерде тұрамын. Сол көп рахмет сізге. Сізге де көп Қыздарға рахмет. айтар едім. Иә, сабақты алыңыздар, жасаңыздар, техниканы анан оқыңыздар, миларыңыз сенер. Басында постоянно тоже сіз айтқандай осы 6 айдан бері тоқтап, өз ойымды тыңдап, сосын такс бүгін нан нетесің, нан тыңдайсың, нан жасайсың деп өз-өзіме миыма басқа артық ештеңе ойламайсың деп. Сосын программаны дұрыстап беремін, соны істеймін. Сосын ана кешкі жатар кезде оянасың, таңертең күшті жаңалықтар болады, Аллаға шүкір. Көп рахмет. Мен сізді сондай қатты жақсы көремін. Мен де сізді қатты жақсы көремін. Көп рахмет. Армандарыңыз орындала берсін. Құшақтадым, сүйдім. Алтын уақытыңызға рахмет шыққаныңызға. Көп рахмет. Аман болыңыз. Қыздар ойыңыздар, ұлдар, қыздар. Сабақ деген мынау космос қой. Жаным, көп рахмет. Міне, нағыз нәтиже. Сонымен, ал енді барлығы кіріп алды. Бастай берек, иә? Міне, бұл жаңағы Инстаграм қазір мен былай қарай ысырып тастадым. Ой, кешіріңіздер. Міне, осы рилстің астында, міне, қазір бастаймын. 3 ұтыскерді анықтаймын. Бірінші ұтыскерді қазір анықтайық. Мен 10 рет санаймын, иә? Мен 10 рет санап көрейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, значит, мынау. Қазір қарайын. Дарикха. 1503. Дарикха 1503. Ал бірінші ұтыскерді құттықтаймыз. Енді екінші ұтыскер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қараңыздар мына жерде. Акмарал Салиева, міне. Мен 60-қа келсем де өмір сүруді сізден үйреніп жатырмын. Қазір сіз маған идеалсыз дейді. Жаным, сол Акмарал Салиева, мен сізді құттықтаймын. Ұтысыңыз құтты болсын, 5000 теңгеңіз. Енді тағы да. Төмен шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мында ұзақ бұру жазылған екен. Ұзақ екен, қазір. Милоко 84 573. Милоко 84 573. Ал, құттықтаймын. 3 ұтыскерге сыйақы беріледі 5000 теңгеден. Құтты болсын. Ал, құтты болсын. Сонымен, бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы не айтайын сіздерге? Күшті бір әңгіме айтайын сіздерге. Айтылмаған әңгіме айтайын. Я? Сізде ақша жетіспейді емес. Сізде молшылықта өмір сүретін адамның тұлғасы әлі қалыптаспаған. Бұл біздің тікелей эфиріміздің тақырыбы. Ақша деген өте көп бұл өмірде. Ақша деген жетеді. Ақша деген мүлдем бітпейді. Ақша бітпейді. Сіздің өміріңізге ақша келу үшін ең бастысы әрекет емес. Ең бастысы өзіңізді бай секілді сезіну. Молшылықта өмір сүретін адам секілді
сөйлеу, тұру, жүру, сезіну, әрекет ету. Ол қалай? Ақша сіздің энергияңызға тартылады, ішкі күйіңізге тартылады. Яғни, бай адамдар қалай әрекет етеді? Бай адамдарда жүйелілік бар. Олар жүйелі түрде, яғни кешкісін ерте жатады, таңертең тұрады, жүйелі түрде бизнестері болса, жүйелі түрде ол бизнесті жүргізеді. Егерде табысты молшылықта өмір сүретін блогер болса, онда не істейді? Ол жүйелі түрде Инстаграм парақшасына, тикток парақшасына жүйелі түрде контент салады. Жүйелі түрде аптасына 3-4 рет спорт залға барады. Жүйелі түрде жұмысын жасайды және жүйелі түрде демалады, демалатын кезде. Яғни, молшылықта өмір сүретін адамда жүйелік бар. Ақша ағыны сіздерге жүйелікті үйретіп жатыр. Қашан сіз жүйелі боласыз, сонда келеді сіздің өміріңізге. Және де сіз әр секунд сайын өзіңізді бай секілді сезінуіңіз қажет. Дәл қазір. Тіпті ақшаңыз болмаса да. Ақшасы бар секілді ойлауыңыз қажет. Білесіз бе, сіздің өміріңізде неше түрлі жағдайлар болып тұрады. Сізге ұнамайтын. Мысалы, туған бауырыңыздың сөйлегені, айтқан әңгімесі сізге ұнамады делік. Сіздің бауырыңызға реакцияңыз қандай? Дұрыс емес, ол неге өтіп сөйлейді, олай өтіп сөйлемеу керек қой. Деп сіз бауырыңызды қабылдай алмайсыз. Өйткені сіздің ойыңызда бауыр қандай болу керек деген бір идеалды картинка бар. Сол идеалды картинкаға сіздің бауырыңыз сәйкес келмеген кезде, сіз шағымданасыз қазіргі сәтіңізге. Қазіргі сәтіңізге сіз шағымдансаңыз, ойша атты. Неге менің бауырым сөйтіп сөйлейді? Ол бүйтпеу керек еді, ол сөйтпеу керек еді деп, дәл қазіргі сәтте ойша сіз шағымдансаңыз, шағымдану деген не? Ол төменгі тербелішелік қой. Ал ақша төменгі тербелішелікте жоқ. Ақша тек жоғары тербелішелікте бар. Жоғары тербелішелік дегеніміз не? Ол кешірім, қабылдау, бейбітшілік. Сонда бауырыңыздың айтқан әңгімесін сіз қабылдайсыз, бірақ жүрегіңізге алмайсыз. Сабырлық сақтап, өзі біледі. Ол өзінің таңдауы болды. Мен оның таңдауын құрметтеймін, мен оның таңдауын сыйлаймын деп, сіз назарыңызды бауырыңыздан алып тастап, өзіңіздің өміріңізге назар аударуды бастауыңыз қажет. Міне. Сіздің өміріңізге ақшаның келмеуі, ол әр сәтте біреудің жасаған қылықтары үшін сіз шағымданғаныңыз үшін ақша ғана тоқтайды. Мен шағымдануды ұмыттым. Медитациялар арқылы. Мен түсініп алдым бұл энергияның қалай жұмыс жасайтынын. Іштей шағымдансам, бауырым туралы, немесе әкем туралы, немесе болады ғой біреу, басқа біреу туралы делік. Іштей ойша. Ақша ғана тоқтайды. Сонда біздер бұл өмірде әр сәтімізді, әр адамды қабылдауды үйренуіміз керек. Қабылдаймыз, бірақ жүрегімізге алмаймыз. Өйткені жүрегіңізге алатын болсаңыздар, сіз шағымдануды бастайсыздар. Сіздің жүрегіңіз ауырып кетеді. Кешірімді болу керек. Немесе басқа адамдардың жасаған қателігі үшін сіз ашуланасыз ғой арасында. Неге ол ондай қателікті жасады, жасамау керек еді ғой деп. Сонда басқа біреудің қателігі үшін сіз өзіңізді жазалап отырсыз. Ашумен. Ал ашу не? Ашу төменгі тербелішелік қой.
төменгі тербелісшілікте ақша жоқ. Ал бай адамдар қандай болады? Бай адамдар, молшылықта өмір сүретін адамдар, олар әр адамды қабылдайды. Ешкімді сынамайды, ешкімге баға бермейді. Немесе ешкімді кекелемейді, кекетпейді. Ешкімді ұятқа қалдырмайды. Ешкімді кемсітпейді бай адамдар. Яғни, бай адам деген кезде тұлға ретінде. Я, мен сондай тұлғамын. Жүрсіңіз, тұрсыңыз, өзіңізге сенімділігіңіз барлығы сай келу керек. Если обидели, қалай ренжімейміз дейді. Ренжіңіз, Руслана ханым. Өмір бақи ренжіңіз. Бір тиын, көк тиын ақша болмайды. Ақша келмейді сіздің өміріңізге. Тек тамақ жейтін, күнделікті өмір сүретін ақша жеткілікті келеді. Болды, басқа қомақты ақша келмейді. Обидели. Если обидели, қалай ренжімейміз дейді. Сізді ешкім ренжіте алмайды. Ешкім сізді ренжіте алмайды. Егер сіз өзіңізге ренжуге рұқсат бермесеңіз. Мен өзіме ренжуге рұқсат бермеймін. Өйткені мен біліп алдым энергияның қалай жұмыс жасайтынын. Мен қазір біреуге ренжісем, ақша жоқ. Ақша ғана тоқтайды. Моментально, лезде, сол жерде тоқтайды. Мен түсінем. Сосын, кешіре салам. Өйткені ренжу ол ауыр жүк қой. Жек көру ол ауыр жүк. Енді ренжіген кезде адам не істейді? Сол жағымсыз ситуацияны, көрдіңіз бе? Жағымсыз ситуация ол қандай ситуация? Өткен шақтағы ситуация ғой. Ойлай береді. Өткен шақтағы ситуацияны. Дәл қазіргі сәтінде отырып, ол адам тағдырхатын жазып, мақсаттарына назар аударып, медитациясын тыңдап, алдындағы шаруасын бітіру керек еді. Бірақ ренжігеннен ол қайдағы тағдырхат ол кісіге? Қайдағы медитация, қайдағы мақсатқа назар? Ол ана өткен шақтағы жағымсыз болған жағдайды есіне алуға бейім ғой. Бағдарламаланған адам. Және ол адам жаман адам емес, бағдарламаланған адам. Көрдіңіз бе? Осы жерде сізде үлкен қате бар. Жібере салу керек. Жібере сал. Жабысып қалма ол жағдайға. Кешіре сал. Ол адам кешірімге лайықты болғасын кешірмейсіз ол адамды. Ауыр жүкті көтермеу үшін, жағымсыз сезінбеу үшін, ақша ағынын тоқтатпау үшін кешіресіз ол адамды. Қаншама адамдар осы ренішпен, өткен шақпен өмір сүреді. Ал бізде қазіргі сәт бар және болашақ бар ғой. Сондықтан ақша сізге жетіспейді емес. Ақша дейтін мол, жетеді, керексіз келіп тұр сіздің өміріңізге. Бірақ сіз әлі де молшылықта өмір сүретін адам секілді тұлға ретінде өзіңізді әлі ұстап жүрген жоқсыз. Біреу сізді ренжіткен кезде сіз өзіңізге сұрақ қою керек. Молшылықта өмір сүретін адам ренжи ма? Жоқ, ренжімейді. Жібере салады. Молшылықта өмір сүретін адам шағымданады ма? Қалай бар, солай қабылдайды, жүрегіне алмайды. Түсіністікпен қарайды. Бұл өмірде әр адамның миында қара жәшік бар ғой. Яғни түпсанаға жазылған бағдарлама бар. Әр адам өзінің бағдарламасына сай әрекет етеді, сөйлейді, қисынсыз сұрақтар қояды. Немесе заңға қарсы шығады, қайшы шығады. Ол соған сенеді өйткені. Адамдарды ұятқа қалдыру керек деп ойлайды кейбіреулері. Адамдарды кінәлау керек, ол қалай жазалау керек деген ой туады басқа адамдарда, кейбір адамдарда. Жазалау керек. Кім жазалану керек бұл өмірде? Заңға қайшы шыққан адам жазалану керек. Ал жай ғана қате жіберген адам жазалануға тиіс емес. Көрдіңіз бе?
Ал тіпті жай ғана қате жіберген адамды жазалағысы келіп отырады адамдар бар. Өйткені ол сөйтіп миында бағдарлама сөйтіп жазылған қара жәшігіне, яғни түп санасына. Сол түп санаға қандай бағдарлама жазылған, соған сәйкес әр адам әрекет етеді, сөйлейді, жүреді, тұрады, деп қарайды, бірдеңе білдіріп қойған сияқты бүйтіп. Және де ол адамдар жаман адам емес, олар өздерінің бағдарламаларына әбден тойып алған адамдар. Ол жақсы мен жақсы, яғни дұрыс пен дұрыс еместі ажырата алмай отырған адамдар. Эмоциясын басқара алмайды. Өйткені неге адамдар эмоциясын басқара алмайды? Өйткені адамдар кішкентай кезінен енді ата-аналар үйретті ғой. Ұрсу, керісу деген сияқты, айғайлап жіберу деген сияқты, соның барлығын бәріміз көріп өстік қой. Міне. Сонымен, егер де арамызда жандарымыз сол, сіз қандай да мына өмірде, егер де кім сізден ақша сұраса, енді отбасы мүшелері делік, немесе бір артық шығын шығып қалса сіздің өміріңізде, немесе квартплатаның бағасы көбейіп кетіп, сіз көп төлеу керек болсаңыз за коммунальные услуги, сіз әдетте не істейсіз? Шағымданасыз ғой, неге мынау соншама қымбат шыққан, мынау кім айналдырып қойды, кім артынан светін сөндірмеген, кінәлі іздейсіздер. Шағымданасыздар, бір зарлап алу керек қой, әйтеуір дауыстарыңыз шығарып. Дұрыс емес жасадыңдар деп. Немесе жаңағы қымбат бәрі деп. Ешқашанда қымбат деп айтқан сөзді айтпаңыздар. Өйткені баға, білесіз бе, баға қымбатта емес, арзанда емес. Баға, ақша не ол? Ақша ол жай ғана қағаз, міне. Міне, жай ғана қағаз. Міне, қағаз. $1 алыңыз, $100 алыңыз. Екеуі де қағаз. Жай ғана қағаз ғой, $1, $100. Енді, неге $1 сізге табу оңайырақ көрінеді $100 қарағанда? Өйткені мағынаны $1 және $100 беріп отырған сіз ғана. $1 ол аз деп өзіңіз айтып отырсыз, $100 ол көп деп өзіңіз айтып отырсыз. Яғни, бір бет қағазға біз адам баласы, бәріміз ғой, енді бағдарлама ғой оның барлығы. Бір бет қағазға мағына беріп отырық, мән беріп отырық. Мынау қымбат, мынау арзан деп өзіміз баға беріп ойлап тапқанбыз, және де сол ойымызға өзіміз сеніп, өзімізді шектеп жүрміз. Ал шын мәнінде ақша деген қымбат та емес, арзан да емес. Ақшаны жіберу керек. Егер де за коммунальные услуги қымбат ақшасы шығып кетсе, не істейсіз? Бай адам не істейді, кедей адам не істейді? Салыстырайық енді. Бай адам, ой, ештеңе етпейді дейді да, төлей салады. Шағымданбайды. Рахмет дейді. Светтің болғанына, Wi-Fi-дің болғанына, әйтпесе мен үйде жұмыс жасай алмай едім, интернетті қолдана алмас едім, интернет, электричество болмаса үйде. Дейді ғой, бай адам. Рахмет дейді да, төлей салады. Мына жүрегінде андай қысым, өкініш, реніш жоқ қой оны бай адамда. Көрдіңіз бе? Жібере салады. Төлей салады, рахмет деп. Ал кедей адам не істейді? Балдарын соққылап ұрады, свет сөндірмеген үшін. Айғайлайды, ұрсады, үйдің берекетін кетіреді. Бұл кедей адамның тұлғасы, және сіз қандай адамсыз, сіз кімсіз, сіз қандай адамсыз, сол сіздің келесі сәтіңіздің сценарийін жазып жатыр. Кедей адам сияқты жүрсіз бе? Ойлауыңыз, сөйлеуіңіз, әрекет етуіңіз, жүруіңіз, тұруыңыз. Киімді айтпайын.
Неге киімді айтпаймын? Өйткені біздің миымыз өтірік пен шындықты ажырата алмайды. Яғни бай адамдар, миллиардерлер, оларда кедей болғандар бар. Кедей болғанның өзінде де ескі киімдерін киген кезде олар таза, әрине, үтіктеп ұстап киіп жүрді ғой. Алайда олар өздерін мына қымбат киім киіп жүргендей секілді өздерін сезінді. Сондықтан олар миллиардер болды. Бірақ сіздің қылығыңыз, жүрсіңіз, тұрсыңыз, өзіңізге сенімділігіңіз, харизма дейді ғой. Бар ма сізде сол харизма? Кімде бар харизма? Айка ханым, кеш жарық, саламатсыз ба? Медитацияларды күніне бір реттен 21 және 7 күн тыңдаймыз ба дейді. Ұлдана ханым, сіз сабақты алдыңыз ба? Бір күнде 2 медитация тыңдайсыз? Минимум. Максимум бір күнде 6 медитацияға дейін тыңдауға болады. Бір медитацияны бір күнде 7 рет тыңдамаймыз, 6 рет тыңдамаймыз, әртүрлісін тыңдаймыз. Міне, бар дейді, харизма, менде де бар дейді. Міне, сіз сол жағы сезімді, сенімді өзіңізге 24/7 алып жүруіңіз қажет. Өйткені ақша сол сенімге, сол сезімге келеді. Тіпті ешқандай жұмыс жасамасаңызда да магнитке айналасыз ғой, ақшаға. Сыйлықтар келіп бастайды. Балаларыңыз сізге сыйлық ретінде ақшаны береді. Жан-жақтан келеді ақшалар. Өйткені ақша еңбекке емес, ақша тұлғалыққа келеді. Енді осыны мен толық, анық, жетік Менің тағдырым автор медитация курсында үйретемін. Курс 23 июнь күні сабақ басталды. Тіркелу 3 июль жұма күні сағат 23:59-да жабылады. Алып үлгеріңіздер. Бағасы 155.555 теңге тұрады. Өйткені алдағы уақытта мен бағасын көтеремін. 10 жылдан бері психологияда жүрмін. Но осы сабақ супер, прям результат сразу болады дейді Жазира ханым, рахмет. Курстың бағасы 155.555 теңге тұрады. Барлық ақпарат мына жерде төменде тұр. Телеграм канал бар, соған басып тіркеліп алыңыздар. Соңғы орындар саны шектеулі, үлгеріп қалыңыздар алып. Депрессияның қай жақта түсіп қалғанын білмей қаласыз дейді. Рахмет, Жанна ханым. Курстың бағасы 155.555 теңге тұрады. Курсты алған адам депрессияда жүрсе өзгереді ма? Я, өзгереді. Бұл жерде Менің тағдырым автор медитация курсында біздер өткен шақты ұмытамыз. Өйткені сіз өткен шақпен өмір сүріп жүрсіздер. Және де болашаққа сізде қорқыныш бар. Жаңағы үйсіз қалам ба, осылай қалай аянышты болып өлем ба, тамақ жемей, жаңағы тамақ жейтін тамағыма ақша жетпей қала ма деген. Бұлардың барлығы, жандарым, сол бағдарлама және олардың барлығы өтірік ойлар, сіздің ойыңыздағы өтірік ойлар. Мен сізге оның барлығын ғылыми тұрғыда дәлелдеп берем сабақта. Сонда түсінесіздер, йо-майо, мен өтірікке осы күнге дейін сеніп келіппін ғой. Миыңыздың өтірік айтқан ойына сеніп жүрсіздер. Олардың барлығы өтірік. Бұл өмірде тек молшылық бар. Ал сіздің назарыңыз жоқтықта болғасын, ол көбейіп жатыр ғой. Ақша неге келмейді? Өйткені сіз өзіңізді, мына ішіңізде қысым бар. Мына жерде бір кеудеңізде. Сол қысымды аламыз біздер медитациялар арқылы. Жаңа бағдарлама жасамыз. Мен сізді өзіңіздің керемет жаңа нұсқаңызға айналдырам. Бірінші біздер сол тұлғаға ауысамыз. Мына қапшықтап ақша табатын секілді, тұлға секілді жүреміз, тұрамыз, отырамыз, сөйлейміз, әрекет етеміз. Міне, содан кейін барып сізге клиенттер келеді, идея келеді, кәсіп ашатын. Балдарыңыздың жолдары ашылады.
жолдасыңыздың жолы ашылады. Үйде отырған ана, зейнеткер, 15 жастан бастап 75 жасқа дейін ер адамдар, әйел адамдардың барлығы алып жатыр курсында. Және де барлығына бірдей әсер етіп жатыр ғой. Бұл жерде мен жастаумын, менікі тез орындалады, ана кісі, үлкен кісі, оныкі баяу орындалады деген жоқ мұнда. Бұл физика, барлық. Адамсың ба? Болды, бітті, орындалады 100%. Өйткені барлығымызда түп сана бар, бәрімізде бес сезім бар. Психология жайлы 2003-тен бері таныспын. Бірақ сіздің біліміңіз вау ғой дейді. Айнұр ханым, біз ваумыз. Вау! Рахмет. Мында сұрап жатыр Амангүл ханым, рахмет сұрағаныңызға. Айка ханым, жолдасымен ажырастық, тағдыр хатын жазып жүрмін, бірақ ол өте жаман болып кетті. Қосылмағанымыз дұрыс деп тұрма қалам. Қалғаны бәрі күшті дейді. Сабақ алдыңыз ба, Амангүл ханым, сіз? Сабаққа келіңіз, бұл дейтін үлкен тақырып. Сіз бұны түсіну үшін неге сіздің жолдасыңыз ажырасты? Міне, егер де жаңағы салауатты қарым-қатынасты қаласаңыздар, сабаққа келіңіздер. Күйеулеріңіз сізді өмір бақи қасыңызда жүреді. Балдарыңыз ешқашанда сізді тастап кетпейді. Балдарыңыз сізді алақаныңызда ұстайды. Табыс табады балдарыңыз. Табысты болады, және де олар сізді бүйтіп алақанда ұстайды ғой. Сыйлықтар неше түрлі, пәтер, автокөлік, балаларыңыздан сыйлықтар аласыздар болашақта. Мен сіздерге бір қызық әңгіме айтайын, өзімнің өмірімде болған. 2016 жылдың аяғында, 2017 жылдың басында мен трансформация сабағын алдым. Мына әр ойдың қалай энергиядан материяға кіреді туралы сабақ алдым. Осы біліммен мен өз тағдырым автор медитация курсында бөлсем. Сатып алдым. Енді қараңыздар. Мен 2011 жылдан бастап негізі жақсы ойлау керек, аффирмация айту керек дегеннің барлығын білем, және де жасап жүрдім. 2011 жылдан бастап секрет дейтін тайна деген документальный фильм болды ғой. Соны қарап, соның айтқандарын жасап жүргем негізі. Бірақ менде жеткілікті білім болмағаннан, жеткілікті білім болғанда былай ғой, мен өткен шақпен өмір сүргемін, болашақтан қорққамын, сосын мен басқа біреулерді көп ойлағамын. Назарым өзімнің өмірімде болмаған ғой. Көрдіңіз бе? Содан менде андай керемет сәттіліктер болмады. Жақсы, табысым бар, тұрақты барлығы. Бірақ аз да болмаған. Мен үлкен жетістіктерге қол жеткізгім келді. Содан енді білесіз бе, 2011 жылдан бастап, 2016 жылға дейін енді ана жерден, мына жерден енді ютубтан тыңдаймын, мини-курстар, шүкіршілік жазу, аффирмациялар айту деген сияқты оларды алып жүрдім. Мини-курстар. Бірақ олардан ондай күрделі нәтиже болған жоқ. Өйткені мен түп тамырын түсінбедім, мына өмірдің өзгеру туралы. Түп тамырын мен түсінбедім. Содан, білесіз бе, 2014 жылы жаңағы бір 5 миллион теңгеге курс бар, трансформация. Бұл коуч, миллиардерлерді оқытқан коуч. Сол кезде соның сабағына көзім түсті, бірақ мен, білесіз бе, 2014 жылы, 2015 жылы ойланып жүрдім, алам ба, алмайын ба. Менде бар ақша, жиналып тұрған ақшам бар. Бірақ алам ба, алмайын ба деп ойлап жүрдім да, мен солай 2 жылым өтіп кетті. Қалай болса солай өтіп кетті 2 жылы. Уақыт өтіп жатыр ғой. Содан мен түсіне бастадым. Ё-майо, мен осы коучты, осы сабақты алам деп жүргеніме, ойлап жүргеніме 2 жыл өтті. 2 жылда мен әлі бір орында тұрмын. Бір табыс, ешқандай аса өзгеріс жоқ өмірімде. Ой, жоқ дедім ғой, Әйгерім, сен курсты алуың керексің. Болмайды олай деп 2016 жылы аяғында шешім қабылдап, 2017 жылдың басында мен сол курсты өзімнің туған күніме сыйлық ретінде сатып алдым. Менің туған күнім 1 қаңтар. Міне, өзіме үлкен сыйлық жасадым.
Сабақты қалай бастадым? Мә дедім ғой, мә Айгерім. Өзіме риза болдым сабақты сатып алғаныма. Бірақ мен 2 жыл күткеніме сатып алмай, күткеніме 2 жыл бостан босқа уақытымды өткізіп жібергеніме мен әлі күнге дейін кішкене менде өкініш бар. Әйтпесе менің өмірім одан да басқаша болады еді, одан да күштірек болатын еді мен егер де ертерек бастаған болсам. Міне, сондықтан 2017 жылы бастадым, 1 қаңтарда сатып алдым, өзіме сыйлық жасадым. Содан кейін барып, білесіз бе, бұл курста мен тек тағдыр хатымды жаздым, медитация тыңдадым, жаңағы маған әрекет ету керек еді, бірақ әрекетті особо жасамадым. Мен жұмысыма барып келем, сөйтіп жүрдім. Енді әрекет етсем, мен одан да керемет болар едім тезірек. Бірақ әрекет етпей, тек тағдыр хатымды оқып, медитация тыңдап, сөйтіп жүре бердім. Бақытты болып. Енді қараңыздар. 2020 жыл басталады. 2020 жыл басталған кезде менің, яғни пандемия басталады ғой, менің жұмысым тоқтайды. Табысым тоқтайды. Табысым тоқтаған кезде, яғни 17 наурыз күні мен Пенанг аралына ұшып келем, өйткені бұл жерде айтпақшы жігітіммен таныстым. Осы 5 миллион теңгенің сабағының арқасында жігітімді, жолдасымды таптым. Сөйтіп қыдырып жүре бердім. Сөйтіп 2020 жылы наурыз айының 17-сінде пандемия болатын болып, мен осы Пенанг аралына ұшып келем, жігітімді үйіне, қазір жолдасым ғой. 18 наурыз күні бүкіл, яғни Малайзияда барлық жолдардың барлығы жабық, жұмыстардың көбі жабық болады ғой. Сол кезде таңертең оянған сәтте, мен 18 наурыз күні таңертең оянған кезде, мен мұхиттың көрінісіне оянам. Көзімді ашсам, мұхиттың көрінісін көрем ғой. Ал мен мұхиттың көрінісіне оянамын деп бұрын тағдыр хатыма 30 күн таңертең кешкісін жазып, яғни оқып, дауыстап оқып, бітіріп тастаған мен оны бұрын. Сол жазғаным 2020 жылы 18 наурызда орындалып тұр ғой. Бұрынғы жазған тағдыр хатым. Дедім ғой. Және де менің жолдасымның табысы 3 есе көтерілді ғой пандемия кезінде. Сенесіз бе? 3 есе ұшты ғой табысы дейтін. Мен табыссызбын, оның табысы 3 есе еселенді. Жолдасым айтады маған, ол кезде жігітім ғой енді. Ештеңе қиналма дейді ғой. Мә дедім ғой. Вау дедім ғой. Мә, арманым орындалды менің. Мұхиттың көрінісіне ояну. Керемет өмір сүру. Яғни, сосын менің арманым, мынандай арман болды менде. Енді 9 жыл Куала-Лумпурда тұрдым ғой. Жұмыс жасадым, Мен таңертең ерте тұратын болдым, таңғы 5-те, таңғы 6-та тұратын болдым күнде. Суббота, воскресенье демалам, дүйсенбіден жұмаға дейін таңғы 5-те, 6-та тұрамын күнде жұмысқа бару үшін. Менің қалауым не болды? Түске дейін ұйықтау болды. Түске дейін ұйықтау, және аяғымды аспанға көтеріп, демалып жату болды. Шаршадым мен жұмыстан. Қанша жыл жұмыс жасадым, енді бір демалғыңыз келеді ғой, бір демалғым келеді деген бір сондай ішімде қалау болды да. Сол қалауым орындалды. Яғни мен 12-де оянам, мұхиттың көрінісіне. Маған жұмыс жасау керек емес. Аяғымды аспанға көтеріп жатып, тамақты іше алам, не жегім келеді, соны заказ бере алам. Арман орындалды ғой. Енді қараңыздар. Сол 5 миллион теңге сатып алған сабақ мені құтқарды ғой пандемияда. Білесіздер ғой, пандемия кезінде қаншама адам нансыз қалды, сусыз қалды, жұмыссыз қалды. Ауырып қаншама адам дүниеден озды. Сәтсіздікке ұшырады. Ал менің барлық армандарым орындалды.
Сонда сол сабақ мені пандемиядан құтқарып шықты ғой. Мен риза боламын ғой әлі күнге дейін сол сабақты сатып алғаным. Сонда ақша бұл өмірде маңызды емес. Мына өмір деген ойын ғой, сол ойынды қалай дұрыс сүруіміз керек, соның формуласын біліп алсақ, мен сол формуланы сізге сабақта берем. Мен осы тағдырым автор медитация курсында не істеу керек екен. Ол мәңгі өзіңізбен миыңызда қалады. Күнделікті қолданасыз ол формуланы. Сол керек сіздерге. Қазір бастаңыздар. Қазір білесіздер ғой, бұл әлемде неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Иә, землетрясениялар болып жатыр. Жаңағы қазір мана Дубаймен жаңағы Иран, Дубаймен кешіріңіздер, Америкамен жаңағы Иран қазір соғысты бір бастап бір қойып жатыр. Белгісіздік бар, белгісіздік бұл дүниеде. Ал егерде қандай да белгісіздік болса, Құдай сақтасын, қандай жағымсыз жағдай болса болашақта, осы мен өз тағдырым автор медитация курсын алсаңыздар, тұмардай сақтанасыздар, тұмардай. Сәттілік мәңгі серіңіз болады. Қандай да жағдай болмасын. Сіз ұтасыз. Сәтсіздікке ұшырамайсыздар. Егерде ата-ана болсаңыздар, балашағыңыздың болашағы үшін барлығы ой ғой, барлығы энергия бұл өмірде. Мен сізге соны ғылыми тұрғыда дәлелдеп беремін, қалай жұмыс жасайтынын. Сондықтан тіркелу 3 июль күні жабылады, 23:09-да. Орындар саны шектеулі. Үлгеріңіздер. Барлық ақпарат мына төменде телеграм каналда бар. Келіңіздер. Өзіңізге риза боласыздар. Қазір маған 800 мың теңге түсті дейді. Карлы 4870 ханым. Құттықтаймын. Өмір осындай оп-оңай тұлғаға айналуларыңыз керексіздер. Әйтпесе бейсаналы күнделікті неосознанно дейміз ғой. Неше түрлі мына өткен шаққа оралып жағымсыз нәрселерді ойыңызға алған кезде сіздің келесі сәтіңіздің сценарийі жабылады. Яғни жағымсыз жағдайлар көп болады өміріңізде. Немесе болашақ туралы қорықсаңыздар, ол келеді алдыңызға. Сондықтан не істейміз? Тағдыр хатын қолға алу керек, молшылық чегін қолға алу керек, медитация тыңдайсыз. Тіпті әрекет етем десеңіздер, әрине ол сіз үшін керемет, сіз одан да тез нәтижеге жетесіздер. Ал әрекет етпеймін, тек тағдыр хатымды оқып медитациям тыңдап жүре беремін десеңіздер, сіз үшін балаларыңыз әрекет етіп, немесе бауырларыңыз әрекет етіп, әйтеуір үйіңізде біреу бай болып кетіп, сізге көмек келеді. Далада қаламайсыз. Қандай да жағымсыз жағдай болмасын бұл өмірде, сіз далада қалмайсыз. Сабаққа қалай тіркелеміз дейді. Алмагүл ханым, рахмет сұрағаныңызға. Мына төменде телеграм канал бар. Төменде телеграм канал бар ғой, соны басып тіркеліп алыңыз. Айнұр ханым, Абіл Газы ханым, қазір маған 2 миллион теңге түсті дейді. Құттықтаймын. Курстың бағасы 155.555 теңге тұрады. Каспи жұма мен алам деген жандар, Каспи жұма ашық қазір. Каспи рассрочка бар, Каспи ред бар. Қолма-қол ақшаға алам десеңіздерде бағасы 155.555 теңге тұрады. Халық банк арқылы рәсімдейін десеңіздер, 24 айға дейін бар Халық банк арқылы. Қызым Америкада тұрса екен деп едім. Америкаға виза алды. Күйеу балам басқа ұлттан болсын деп едім. Басқа ұлт күйеу бала келді. Құда түсіп жатыр дейді. Вау, Мөлдір ханым. Мурашки мене, қараңыздар, мурашки. Команда MH. Қостымызды қабыл алыңыз. Және де жандарым сол. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, бірақ көрінбей тұрсыз. Маған онша көрінбей тұрмын, я что-то мен экран. Көрінбей айта берсем бола ма? Болады. Мен наурызда алғам сіздің сабағыңызды. Мен бөліс орындалатын техникасы менде бір емес бірнеше рет уже орындалды. Товар әкелем да. И ана неде өткізгенде көбісі жібермей.
Сосын бір күні тұрып қалдық. 20 минуттай ұстап тұрды жібермей. Мен оны енді обычно өмірде ұмытып кете бересің, бір кезде есіме түсіп кетті Армандар лезвионова техникасы. Сосын ана жерде адам көп, у-шу болып жатыр. Сол жерде тұрдым да, соны жасадым, жасағанда прям андай тез жасай салдым. Бір кезде именно мен жаныма келеді да, осы қызды жіберейінші деп жібере салды ғой, сенесіз бе? Ана техниканы жасадым, 2 минут өткен жоқ. Оның алдында жарты сағаттай тұрдық. Жібермеймін ешкімді анау-мынау деп. И мен жасадым, жаныма келеді да, именно осы қызды жіберейінші деп мен жібере салдым, представляете? Мен таң қалдым ғой. Почти бір күн соны мәссаған деп жүрдім ана жерде. Бәрі таң қалып, неге оны өткізесіз дегенде қарап тұр басқалары. Мен ішінен күліп кетіп бара жатырмын ғой, ол техника деп. Мен есімім Гүлсім болады, өзімнің аккаунтымнан еш нете алмай қойдым, сосын басқа аккаунттан шығып жатырмын сізге. Бола береді шығар, иә? Болады. Наурызда алған мен. Сосын тағдыр хатыма бүйтіп жазған ғой, жылына 4 рет саяхаттаймыз деп. Сол уже Аллаға шүкір Ташкентке барып келдік, біреу бастап кетті, бұйырса енді жыл біткенше 3 рет тағы барамыз деп енді сенем, Алла қаласа. Уже орындалып жатыр. Түрімді көрсетпесем андай волноваться етіп кетеді екенсіз, сізбен эфирға шыққанда біраз нәрсені ұмытып қалдым ғой. Сосын тоже товар алып келе жатқанда неден адамдар аламыз деді. Адамдар аламыз деп барсақ 5-ші, олар енді очередьпен тұрып алады да машиналар. 5-ші очередьқа тұрды. Мен ана жақта ертерек әкеліп Каспийға еще товарымды жіберуім керекпін ғой. Уақыт өтіп баратыр, уже түстен кейін болып баратыр. Сосын отырдым да бір кезде. Армандар лезвионова техникасын жасадым. Қазір именно біз 4 машинаның алдында бірінші болып кетіп қаламыз. Білмеймін қалай, но біз барамын, спокойно товарларын өткізіп, бізді байқамайды да, тоқтатпайды да, товарымыз Каспийма жіберіп үлгерем деп тез жасадым да, енді машинада отырып асықпай оны істедім, 5 сезім бәрін қосып жасадым. И шынымен 3 минут болмай адам келіп бірінші кетіп қалдық. Представляете, 4 машина қалды, ауыздарын ашып, біз кетіп қалдық. Ой, таң қалдым. Сосын жаңа жерде тоже таможнядан жеңіл түрде өтіп кеттік. Обычно тексеріп, ашып, не өткізіп жатсың. Сол күні вообще шынымен байқамадым. Ары қарап екі не сөйлесіп тұрды да бір-бірімен, біз көрген де жоқ қой. Таң қалдым. Мен ана жерде прям соның бәрі техниканы жасағанда тура солай болды ғой. Үлгеріп Каспийдің затын жіберіп, бәріне үлгердім. Техниканы қатты ұнады маған. Вообще керемет, рахмет сізге. Сол орындалып бастады, саяхатты жазғаным. Мағатысты жазғам, оны қалауыма жазғам. Балам өзі бәрін түсініп жасап жүр. Балам екеуміз енді ана уже подростық қой, балам кішкене етіп қала беретінбіз, и мен айтпайтын еш нәрсе. Сосын осыны жазайыншы, Айгерім ханым айтты ғой, оған айтпай жазып қатырамыз дедіңіз ғой, енді жаздым, короче. Жаздым, балам өзі мен ішінке айтпай-ақ өзі бәрін түсініп жасап жүр. Екеуміздің неміз жақсы. И бір күні қарасам, маған айтқызбай-ақ мусор тастап бастайды, маған айтқызбай-ақ машина өшіп қалса кірді жайып бастайды. Таң қалдым ғой. Айтпесе ол ешқашан мен айтпайынша істемейтін, отыратын телефон қарап, мысалы да енді. Таң қалдым, бір күні қарасам, мен ұмытып кетіппін даже. Ең бірінші айда соны жазғам ғой. Бір күні қарасам, өзі жасап жүр бәрін. Қазір вообще мен айтқызбай көп нәрсені жасап жүр. Ол да орындалды, кстати. Енді үлкен жазғандарым Алла қаласа орындалады деп ойлаймын, но уже менде прогресс бар. Сосын айтайын деген сіздің медитацияларыңыз өте күшті. Айгерім ханым, сіздің мына сабағыңыз номер 1. Оны мен былай сізге от душымын. Медитацияларыңыз вообще баға жетпес медитация ғой. Мен шынымен де сіздің сабағыңызға келгенде өте спокойный ум болған менде. Вообще түңіліп, стрессқа түсіп сөйтіп қазір мен күліп, бүйтіп отырмын, оны үйтіп жүрмеген негізі. Өзімнің ішкі состояниемді дұрысталды, мына Аллаға шүкір оның бәрі тоқтады, кетті. Саудамда жақсы жүріп бастады. Мен саудамен айналысатынмын. Өзгерістер ол жақта да бар. Медитацияларыңыз қатты ұнайды, сіздің сабағыңыз бар, сол ұнайды маған. Бәрінен де жүйелік бар сіздің сабағыңызда. Сол қатты ұнайды. Көп рахмет сізге, Айгерім ханым. Мен волноваться етіп біраз нәрсені ұмытып қалдым, негізі жазып алып. Көп рахмет. Баса салып едім, шығып кеттім ғой. Рахмет сізге. Көп рахмет. Сізге де көп рахмет. Құшақтадым, сөйтім. Жақсы көремін сізді. Сау болыңыз. Алла разы болсын сізге. Алла сізге де разы болсын.
Бұл курсқа қолжетімділік 7 айға дейін беріледі. Және де тағы да айта кетейін, мына 3 июльге дейін тіркелген авторлар, жаңадан тіркелген оқырмандарға менің күшті керемет бонусым бар. Ешкімге айтпаған, ешкімге айтылмаған. Сондықтан осы 3 июльге дейін тіркеліп үлгеріңіздер. Сол бонусты алу үшін. Өйткені ол бонус тек осыда беріп жатырмын мен. Басқа ешқайда берілмейді. Келіңіздер сондықтан. Егер де мені естіп отырсаңыздар қазір. Курстың бағасы 155.555 теңге тұрады. Каспи жұма ашық, 24 айға дейін бөліп төлеуге болады. Каспи арқылы, халық банк арқылы бөліп төлеуге болады. Қолма-қол ақша төлесеңіз де, Каспи редпен алсаңыз да, Каспи жұмамен алсаңыз да, бағасы 155.555 теңге. 3 июльге дейін алып үлгеріңіздер. Осы онда тағы кім бар шықсы келетін нәтижесімен бөлісіп? Жаным сол Сара ханым, менің VIP клиентім. VIP бағдарламасы бар. Егер де осы сабақты VIP тек өзіңізге жеке түсіндіріп бергенді қаласаңыздар, VIP курстың бағасы 1.555.555 теңге тұрады. Осылай. Каспи жұма айына ақша қанша дейді? Каспи жұма ма? Қазір айтайын сіздерге. Қанша айына? Барлығы бар. Не қалайсы соның барлығы бар бұл курста. Мен тіпті қазір тізімін айтып бастасам, ұзақ уақыт болып кетеді. Қарым-қатынас, ақша, кәсіп бастағыңыз келсе, өзіңізге сенімділік, жүйке жүйеңіздің тынышталуы, армандардың орындалуы, армандарды лезде орындайтын техника бар, үй алу техникасы бар, сату техникасы бар, қарыздан құтылу техникасы бар. Сосын қаламау да бар. Егер де біреуді қаламасаңыз, бір болады ғой бұл. Көптеген авторлар қаламауды мынаған жасайды, қараңыздар. Ұлдары немесе қыздары. Ұлдарының қыздардың достары ұнамаса, болады ғой бір ұлдарыңыз, қыздарыңыз, балаларыңызда жүрген жүрістері, мына достары ұнамайды сізге. Андай бір тентек сияқты, бір заңға қайшы келетін нәрселер жасайтын сияқты сізге болып көрінсе, сіз армандарды лезде орындайтын техника бар, соны қаламауға жасайсыз. Оны үйретемін сізге қалай жасайтын. Қаламауға жасайсыз, болды, бітті. Сізге ұлыңызға, ұлым, достарымен ойнама, олардың қасында жүрме, олар жаман балдар, деп сізге айтып ұрсудың қажеті жоқ ешкімге. Сіз тек мына техниканы жасайсыз, 2-3 рет, болды, ұмытып кетесіз. Техниканы жасап ұмытып кеткеннен кейін сіздің ұлыңыз сол достарымен сөйлеспей қалады. Сол тентек балдармен жүрмей қояды. Сол ғой бәрімізге керегі. Ата-ана нені қалайды? Баласының аман сау болғанын, жетістіктерге жеткен мақсаты болған, айқын мақсаты болған қалайды ғой. Егер де ұлдарыңыз, бауырларыңыз, ата-аналарыңыз арақ ішіп кеткен болса, оны да қойдырта аласыздар. Мен Ұстаздардың автор медитация курсында үйретемін сіздерге оның барлығын. Сонымен, жаңа 24 айға қанша шығады деп сұрап жатыр. 24 айға қанша шығады? 155.555-ті 24 айға бөліңіздер. 6.000 бірдеңе теңге шығады. Ұмытып қалып отырмын мен қазір сандарды. Міне, рас Айгерім ханым, қаламауға жасап едім. Сол орындалып кеткенде қатты қуандым, бәрі шок, елдер бұл қалай деп. Жаным сізге алғыс айтамын, рахмет сізге. Сізге де рахмет біліскеніңізге. Ес қой. Сонда сіз ғой автор бұл өмірде. Не дейсіз? Қаласаңыз болады, қаламасаңыз болмайды бұл өмірде. Бауырыңа жасауға болады ма? Болады. Әрине болады. Барлығына жасауға болады. Сара ханым, көп рахмет. 6.481 теңге шығады 24 айға алсаңыздар. Әр ай сайын 6.481 теңгеден төлеп тұрасыздар. Осы эфир сақталады. Ертең өңдеп оны ютубқа саламын. Осылай. Келіңіздер, күтем баршаңызды. Сіздерге қайырлы түн. Ал мен қызық әңгіме айтайын сіздерге. Мен ата-анамды қатты сағынып қалыппын. Ата-анамды мен ақпан айында көрдім Қазақстанда. Содан кейін көрген жоқпын. Қатты сағынып ата-анамды Азияға, осы жаққа қарай алдыртып жатырмын. Олар ертең таңертең Куала-Лумпурға ұшып келеді. Мен қазір 2 сағаттан кейін Куала-Лумпурға ұшамын. Сосын Куала-Лумпурда біздер аэропортта кездесіп, ары қарай ата-анамды Балиға апарамын. Ата-анама Балиді көрсеткім келеді. Осылай біздер Балиде 10 шақты күн боламыз. Қыдырамыз, демаламыз, содан кейін ары қарай Куала-Лумпурда боламыз ата-анаммен.
шопинг жасаймыз. Сосын ата-анам үйіне қайтады, үйлеріне. Иә, мен Құлсарданмын. Осылай. Мен шетелге 4-5 рет шығып жүрмін, дейді Сара ханым. Рахмет сізге бөлісіп жатырғаныңызға. Айгерім ханым, қалған 122.222 теңгені 24 айға бөліп төлеуге бола ма дейді. Иә, болады. Иә, егер де тағдыр хатын 33.333 теңге сатып алған болсаңыздар, сосын үстіне жаңағы 122.222 теңге төлеп алуға болады ғой. Иә, болады. 24 айға бөліп алуға болады. Халық банк арқылы 24 айға бөлуге болады. Пайыз қосылмайды үстіне. Ал егерде бұрын алған авторлар, егерде сабақты қайта өтем десеңіздер, менің WhatsApp-ма хабарласыңыздар, мен сізге жауап беремін. Армандарды лезде орындалатын техникаңыздың өзі 155.555 теңгені ақтай салады ғой, дейді. Жаным, рахмет сізге бөліскеніңізге. Мен сол Құдайдың орнына Құдай сияқты болып кетпейміз ба деп ойлаймын, дейді. Калима ханым, рахмет бөліскеніңізге. Құдайдың орнына Құдай емес, Құдай бізді қасиетті, құдіретті етіп жаратқан. Шектеме өзіңді. Сен қаласаң болады, сен қаламасаң болмайды деп бізді жаратқан. Билікті біздің қолымызға берген Құдай. Құдай бізге тауды жасап берді, планета жерді берді, ауаны берді, талды берді, мұхитты берді, джунглиді берді, өзен көлді берді, әдемі жерлерді берді. Және де адамды не үшін жаратты? Өз өмірінің авторы болсын, қалаған жасасын, қаламағаннан болса өмірінен кетіп қалсын, бай қуатты өмір сүрсін деп билікті біздің қолымызға беріп қойды Құдай. Ол сиқырлы таяқша. Әр адамның қолында өзінің сиқырлы таяқшасы бар. Бұл Құдайдың рөлін алу емес. Бұл адамның рөлін қолына алу. Тағдырды қолға алу. Өйткені тағдырды біз үшін Құдай жазбайды. Адам өзі ойымен жазады екен. Құдай бізді сондай етіп жаратқан. Осылай. Күтем баршаңызды, келіңіздер. Курс 3 июль күні 23:59-да жабылады. Осы 3 июльге дейін тіркелген жандар, баршаңызды күтем, қатты қуанатын боласыз. Айтпады демеңіз, қатты қуанатын боласыздар. Келіңіздер. Сау болыңыздар. Рахмет қатысқандарыңызға, соңына дейін отырғандарыңызға.